Ең қиыны Ганс Ланданың рөліне актер табу еді. Германиядағы кастингте 100-ден астам тыңдалымнан кейін де рөлге сай актерді таба алмадық. Сонда мен Лоуренспен қалған продюсерлерге егер де Ланданы таба алмасақ, фильмнің болмайтын және сценарийді жариялайтынымды айттым. Олар да қарсы болмады, тек онда келесі аптаны толықтай Ланданы іздеуге жұмсайтынымызды сөз етті. Кейіннен Кристоф келіп, алғашқы 2 мәтінді оқыған сәтте Лоуренс маған бұрылып, фильмді түсіретінімізді айтқан есімде. Квентин Тарантиноның 6-шы фильмде Ганс Ланданың рөліне немісше? Was ist mit dem wunderschönen Bein geschehen? Ein Nebenprodukt der Arschtritte, die sie in der deutschen Filmwelt austeilen. Французша. Comment se fait-il que le jeune soldat et vous ayez fait connaissance? Итальянша. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura saranno naturalmente. Және ағылшынша сөйлей алатын актер керек еді. Бұған дейін ірі голливудтық фильмдерде көзге түспеген Кристоф қолына фильмнің сценарий тегенде таңырқағанын жасырған емес. Агентінің ұсынысын тек Квентиннің басқа киноларын көргенде ғана келіскен екен. Актерге көмекші рөлдегі штандартен Фюрер образы үшін Оскар және Бафта жүлделерімен қатар Алтын глобус сыйлығы да берілген болатын. 2011 жылы Кристофпен 4 фильм жарық көрді. Олар Зеленый шершень экшн комедиясы, Резня трагикомедиясы, Воды слоном драмасы және Александр Дюманың Мушкетерлер романының кезекті экранизациясы. Келесі жылы Тарантино Вальсты өзінің келесі жобасына шақырды. Джанго освобожденный фильмде актер Германиядан келген иммигрант Кинг Шульц ойнады. Меня зовут доктор Кинг Шульц. Это мой камердинер Джанго. А это наши лошади Тони и Фриц. Квентиннің киноларындағы екінші ойынымен Кристоф Алтын глобус, Бафта және Оскар жүлделеріне екінші мәрте ие болды. 2013 жылы актер Терри Гиллиамның Теорема Зеро атты фантастикалық фильмде басты рөлді сомдайды. Бұл рөлімен қатар осы жылы Кристоф толық метражды эпик компьютерлі мультфильмін дыбыстауға да қатысады. Келесі жылы Кристоф Эми Адамспен бірге Тим Бёртонның Большие глаза атты драмасында басты рөлді ойнайды. Фильмді көрермендер жылы қабылдады. Бұл рөл үшін актер 3-ші рет Алтын глобус жүлдесіне үміткер атанды. Бұл жылы Вальсты несносный боссы комедиясынан да көре аламыз. Ал Кристофтың келесі ойынын Джеймс Бонд жайлы 24-ші Спектр фильмінен де тамашалай аламыз. Фильмде актер басты антагонистің рөлін ойнайды. Фильм кинокритиктермен сәтті қабылданбағанымен әлемдік прокатта $780 миллион жинады. 2016 жылы Кристоф Тарзанның кезекті экранизациясында капитан Леон Ромның рөлін сомдайды. Ал келесі жылы актер Тюльпанная лихорадка мелодрамасы мен Короче фантастикалық драмасында ойнайды. Бұдан кейін Кристоф киноға тек 2019 жылы Алита боевой ангел атты киберпанк элементтер бар боевикте дәрігер Дайсон Эйденнің рөлінде оралады. Фильм әлемдік прокатта біршама қаржылай жетістікке жетеді. Кристоф Вальц қатысатын кезекті жоба «Не время умирать» атты Джеймс Бонд жайлы 24-ші фильм болмақ. Киноның премьерасы коронавирус пандемиясы үшін осы жылдың 19-шы қарашасына дейін шегерілді. Австриялық актер Кристоф Вальц жайлы көп нәрсе айтуға болатын сөзсіз. Алайда оның актер ретіндегі шеберлігі мен өзіне тән ерекше харизмасы біз айтпасақ та белгілі екендігі анық. Осылайша шығарылымыз аяғына жетті. Келесі жолы көріскенше қадірлі достар. Келесі шығарылымдардың тақырыбын сіздер де таңдай аласыздар. Ол үшін бар болғаны комментарий жазып қалдырсаңыз жеткілікті. Прямо бинго!